Биыл екі танымал ипотекалық бағдарламаға қаржыландыру тоқтатылды. Бұл экономикаға қалай әсер етеді? Үй нарығында өзгерістер болмай ма? Сарапшылар не дейді? Армысыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Армағайын. Назарларыңызда Қали Әубәкіров, Қаражашық YouTube арнасы. Сонымен, үкімет 20-25 және баспана хит бағдарламаларын қаржыландыруды тоқтатады. Бұл туралы Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрағасы Мадина Абылқасымова айтты. Үкімет өз тарапынан тікелей қаржыландырудан бұрын кәсіпкерлік субъектілерінің несиелік тәуекелерін кепілдендіру жүйесін қарастырады. Экономикаға дағдарыстың әсерін азайту мәселесін ескере отырып, мемлекет бағдарламаларды қаржыландырудан бас тартып, нарықтық қағидаттарға орын беруі керек. 7-20-25 бағдарламасы 2018 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен іске асырылған. Ипотекалық тұрғын қарыздарын беру көлемі бойынша бекітілген лимит 1 триллион теңгені құрайды. Бүгінде жоба аясында 329 миллиард теңгеге жуық несие берілді. Яғни бұл 27 мың қазақстандық баспаналы болды деген сөз. Баспана хит бағдарламасына келер болсақ, берілген қарыздар сомасы 493 миллиард теңге, 54 мыңнан астам отбасы қоңыз тойын аттап өтті. Бекітілген индикаторға сай, лимит 600 миллиард теңгені құрайды. Екінші деңгейдегі банктердің болжамы бойынша осы сома ағымдағы жылдың аяғына дейін игеріледі. Баспана хит бағдарламасы халық үшін қолданыста болған үйлер нарығында ипотеканың қолжетімділігін арттыру бойынша өз міндетін толық орындады. Демек, енді мемлекет тарапынан ипотека нарығының осы сегментін одан әрі ынталандырудың қажеті жоқ. Ал сарапшылар баспана хит және 7-20-25 бағдарламаларының жабылуы тұрғын үй нарығын айтарлықтай әсер етпейді. Адамдар менсінбеушіліктен емес, талаптары қатаң болған соң бұл бағдарламаға жүгінбейді. Пайызы төмен болса да әрбір адамның төлем қабілеттілігіне баса назар аударылады. Былтыр 300 мыңнан астам үйдің небары 3%, 7-20-25, ал 5,5% баспана хит арқылы сатылған. Сондықтан баға көтеріледі деп алаңдауға негіз жоқ. Пәтер құны керісінше арзандайды деп күтіліп отыр. Бұған зейнетақы қорындағы қаржының берілуінен кейінгі қарбаластан басылуы да себеп болмақ. Мәліметтер бойынша жаңа баспана 10, ал бұрын қолданыста болған пәтерлер 15%-ға дейін арзандауы мүмкін. Қазақстанның жылжымайтын мүлік федерацияның президенті Ермек Мүсірепов одан кейін ынталандыру нарық дамуының қарқынын артыратынын анық дейді. Дегенмен, мұндай салымдар нарық механизмдерін дамытпайды. Нарық барлық кезде өзін-өзі теңгерімге келтіре алады. Сондықтан мемлекеттің кез келген араласуы уақытша өзгерістерге алып келеді. Ипотекалық бағдарламаларды қаржыландыруды тоқтату тұтынушылар үшін ауыр тиюі мүмкін. Бірақ ұзақ мерзімді келешекте нарықта сұраныс пен ұсыныс теңеседі деген болжам бар. Сондай-ақ Ермек Мүсірепов ұзақ мерзімді уақытта мемлекеттің барлық кредиттеу бағдарламаларының кетуі тұрғын үй нарығының тоқырауына алып келеді деп санайды. Статасын келтіре кетейік. Бүгінгі күні екінші деңгейлі банктердің проценттік мөлшерлемесі тым үлкен. Егер оны төмендетпесе немесе субсидияламаса, онда нарық тоқырап қалуы әбден мүмкін. Себебі екінші деңгейлі банктер мұндай үлкен көлемді игере алмайды және ұзақ мерзімді келешекте 7-10%-бен кредит бере алмайды. Мүмкін алдағы уақытта екінші деңгейлі банктер үшін жаңа ережелер енгізіліп, проценттік мөлшерлеме халық үшін қолжетімді болуы қарастырылатын шығар. Тетин консалтинг компаниясының бас директоры керісінше бағдарламаларды тоқтату тұтынушылар үшін ауыр соққы болуы мүмкін деп пайымдайды. Ипотекалық кредиттеуге бағытталған бұл бағдарламалар өз тиімділігін көрсетті. Себебі олар кредиттеу нарығын 1,6 триллион теңгеге арттырады, ал бұл құрылыс саласына үлкен үлес. Кейбір мамандар кредиттеу бағдарламасынан мемлекеттің толықтай шығып кетуі сапасыз үйлер қаптап кетпей ме деп қорқады. Мәселен, құрылыс материалдары арзандамай, несиелеу болмаса, адамдардың сатып алу мүмкіндігі де төмендейді. Мұның барлығы баспана сапасына әсер етуі мүмкін. Себебі адамдар қалталарына қарай баспана сатып алады. Бұл көбіне эконом және комфорт түріндегі баспаналар. Бизнес немесе элиталы баспана құрылысы тұралап қалады, немесе кейінге қалдырылады. Осылайша, Хрущев кезіндегі үйлер сияқты тұрғын үй көптеп бой көтереді. Қорытыла келгенде, бағдарламалардың тоқтауынан тағы да қарапайым халық зардап шегуі мүмкін. Сондықтан үкіметтегілер баспана хит пен 7-20-25-ке альтернативті жоба ойлап табуы керек. Ал бұл
тұрғын үй нарығына қалай әсер ететінін уақыт көрсете жатар. Менде бүгінге осы. Каналға жазылып пікір білдіруді ұмытпаңыздар.